хор кыздары. Ол жердің бетіндегі мұсылман әйелдерден жоғары тұратын нәрсе емес ол. Ол бонус. Ал жердің бетіндегі мұсылман, мұъмин болған әйелдер, Раббысына бойұсынып берген әйел кісілер, мысалы, шариғатымен жүрген. Ол сол жәннатқа кіретін тақуаның ханымы ғой, түсіндіңіз ба? Егер де әйел заты 5 уақыт намазын тұрақты атқарса, біріншісі айтылды. Уасомат шахраха. Рамазан айы келген кезде Рамазан айының оразасын ұстап берсе, екінші амал кетті. Ва хафизат фарджаха. Ұятты жерін сақтаса. Төртінші, ва атуағат заужаха. Күйеуіне бойұсынса. 4 амалды атады. Қиямет күні айтылады дейді оған. Жаңағы әйел затына. Оған айтылады дейді. Удхулил жанна. Жәннатқа кіре ғой деп.